Әлемді шарпыған індетке байланысты елімізде карантиндік шектеу енгізілді. Тіпті сотталушылардың жақындарымен көрісуіне тыйым салынды. Қазір вирустың таралуының азаюына байланысты бас санитар дәрігердің тамыздағы қаулысына сәйкес қыркүйек айының 4-нен бастап қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінде сотталғандардың туыстары және жақындарымен кездесуіне рұқсат берілді. Қылмыстық атқару кодексіне сәйкес ұзақ мерзімді кездесулер 2 тәуліктен аспайды, және ол алдын ала жазылу арқылы жүзеге асады. Аталмыш жүздесуге бір ересек адамға рұқсат етіледі. Келушіде міндетті түрде бетперде және ПЦР тестілеу қорытындысы болуы шарт. Берілген тестілеу 5 күннен аспауы тиіс. Көрісуге келген азамат өзімен бірге 20 килограммнан аспайтын жүк алып келуіне рұқсат, яғни азық-түлік, киім-кешек. 4 қыркүйектен бастап ЗК 169-5 мекемесінде 55 азаматқа жақындармен жүздесуге мүмкіндік берілді. Өздеріңізге белгілі, осы әлемдегі індетке пандемияға байланысты ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап ерекше жағдай режимі барлық қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде енгізілді. Сол себепті сотталғандарға қылмыстық атқару заңнамасында көзделген ұзақ және қысқа мерзімді кездесулер тоқтатылды. Бүгінгі таңда осы 4 қыркүйектен бастап Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің ЗК 169-5 мекемесінде 13 ұзақ мерзімді кездесу өткізілсе, 42 қысқа мерзімді кездесу өткізілді. Келушілер барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып кіргізіледі. Яғни бір реттік немесе көп реттік қолданылатын бетперде арқылы кіргізіледі.